Армысыздар, құрметті тыңдарман. Қызық әңгімелер арнасына қош келдіңіздер. Әңгімен соңына дейін тыңдап, арнаға тіркеліп қолдау білдіріп кетіңіздер. Бұл әңгіме 18 жастан асқан ересектерге арналады. Мен ауылда өстім. Үйдің ең үлкен тұңғышы болдым. Ата-анама көмектесіп, артымнан ерген барлық бауырларымды өзім тәрбиелеп, ата-анам жұмыста болған кезде үйдегі бар тіршілікті жасап, игеріп өстім. Өстіп, бой жетіп, мектептің 9 сыныбына да келдім. Сабақты екпінді жақсы оқыдым. Мектепте де активист болып, жаман оқушы болмадым. Мектептегі іс-шаралардың баршасына қатысып, белсенді болып жүрдім. Менің алғашқы махаббатым өзімнің сыныптасым Берік болатын. Ол сыныптың атаманы, бойшаң, әдеміше келген, қыздардың бәрінің арманы болған жігіт еді. Осы түрімен ол қыздардың бәріне ұнайтын еді. Сол Берік деген сыныптасым басқа емес мені таңдап, хат жазып, өз сезімін білдіргенде өзге түгілі өзім таң қалып, мен не дерімді білмей сасып та қалдым. Сасқанымнан мен таң қалып, жігітті 1-2 ай сынап көргім келді. Маған деген сезімінің шын екенін білгім келді. Бірақ амал нешік, Берік мені шынымен жақсы көрді ме, ізімнен қалмады. Сол жазған хатын жаза берді. Содан кейін мен келісімімді бердім. Екеуміз солай достасып кеттік. 9 сыныпты бітірер кезде екеуміз шынайы достасайық, енді арғарай кәдімгідей қыз жігіт болып жүрейік деп маған ұсыныс тастады. Мен де келіскен сыңай таныттым. Ол бұған қуанып кетті. Екеуміз осылайша жақсы дос болып, үнемі дискотека, сыныбымыздың вечерінен кейін мені өзі ағамдай қамқор болып үйіме шығарып салып жүретін. Сөйтіп жүріп екеуміз 9 сыныпты бітіріп, 10 сыныпқа да аяқ бастық. Осылайша дос болып жүріп екеуміздің достығымыз шынайы махаббатқа ұласып кетті. Оны өзімізде байқамай қалдық. Мені құшақтап, үнемі иіскегеннен әрі аспайтын Берік бір күні мені дискотекадан қайтып келе жатқан кезде бір ық пана жерге алып барып, оңашада әңгіме айтқансып, мені сол жерге тоқтатып, біраз тұрып қалдық. Сол жерде тұрғаннан кейін Берік көп ұзамай маған жақындап келді де менің ерніме төніп келді. Өзімді құшақтап, ернімнен сүйе бастады. Осылай ерніңнен сүюді мен көп күттім жаным деп өзі тағы да сөйлеп қояды. Алғашқы рет мұндай сүюді көрген екеумізге бұл әрі қызық, бір шетінен тәтті нәрсе болып көрінді. Осылайша екеуміздің деміміз жиілеп, екі құшағымыз бір құшаққа айналып кетті. Ол онымен де қоймай, жаймен деп мойныма ауысты, ол жақтан да сүйді. Менің дәл сол кезде үстімнен 1000 құмырсқа жыбырлап өткендей бір әдемі күй кештім. Жігітім қайтар емес, бір қолымен төсімді, бір қолы болса, төменгі жағыма барып сипалай бастады. Оның бұл қылығын қызық көрген мен бұндай сұмдықты қайдан үйреніп жүрсің деп сұрап қойдым. Сөйтсем ол ағамның телефонында неше түрлі видеолар бар, содан көріп алғанмын деп жауап қатты. Ентіккен ол бір уақытта анарыңнан сүйейінші деп өтінді. Мен қарсылықты әлсіз болса да білдірдім. Қойшы, мен ұяламын деп оған қылымсып тұрдым. Қой, ұялмашы, сен менікісің ғой, кейін екеуміз үйленеміз деп ол менің кофтаммен төс тартқышымды жоғары көтерді де, тілінің ұшымен аймалап қытықтап, менің омырауымды сүйе бастады. Мен мұндай күйді, мұндай сүюді бірінші рет көрген кезде рахат күй кешіп,
беймәлім бір керемет әлемге кіріп кеткендей болып рахаттанып тұрдым. Өзім де байқамай қалдым. Даусым шығып ыңырсып кеттім. Астым да суланып кеткендей болды. Ол солай сүйіп тұрып, бір уақытта жерге жатайықшы деп, өзінің үстіндегі спортивкасын алды да жерге төседі. Ал мен бұл тірлігінен шошып кеттім де, болмайды деп ыршып түстім. Ол да қайтар емес, еш нәрсе істемеймін, сыртынан үйкелеймін деп мені жатуға көндірді. Спортивкасы төселген жерге мені көндіріп жатқызды да, менің қос анарымнан кезекпен сүйе берді. Бір қолымен менің іш киімімді шешті де, өзінің сайманын сыртынан үйкелей берді. Бұның бұл қылығынан екеуміз де бір рахат, тәтті сезімге беріліп жаттық. Бір уақытта ол қатты шалт қимылдап, сайманынан бір нәрсе атқылап ақты да, менің күн түймесімнің үстіне ағып кетті. Бірақ ешқандай артық әрекет болған жоқ басқа. Ол қалтасынан қағаз алып шықты да, өзінің сайманын жақсылап сүртті. Менің болса орнымнан тұрғызып жатты. Осылай үйкелесіп алған екеуміз содан кейін үйге қайттық. Осы күннен кейін екеуміздің кездесуіміз жиілей бастады. Анам түнгі сүменге жұмысқа кеткен кезде әкем де үйде жиі болмайтын еді. Бұл мүмкіншілікті екеуміз жібермейтін едік. Мен бұны жақсы пайдаланып, тамақты ерте істеп, бауырларымды тамаққа тойдырып, сабақтарын оқытып, ерте жатқызатынмын да, жігітім Берікпен кездесуге шығуға асығатынмын. Екеуміз бірде сарайдың ішінде, бірде моншаның, болмаса бірде қора жақта қалтарыста тұрып, бір-бірімізден үйкелесіп, кайфтарымызды сезініп, рахаттанып жүрдік. Ол маған еш нәрсе істемесе де, сыртынан үйкелегеніне мәз, ал маған соның өзі де кайф беретін сияқты, мен де мәзбін. Кейде сайманын салса екен деп те, рахатқа батқан кезде беріліп қоя жаздайтынмын. Бірақ ятқа қалармын деп қорқып, бұлай шыққан кезде денем түршігетін. Осылайша екеуміз қыз жігіт боп, бір жылдай сыртынан үйкелесіп жүріп, махаббатқа батып жүрдік. 11-ші сыныпқа көшкеннен кейін Берік, мектеп бітіре сала үйленейік, оқуға бірге кетеміз. Сен маған өзіңнің абыройыңды бер деп менің миымды жей бастады. Екеуміз бір-бірімізді жақсы көреміз, сырымызды білеміз. Әрі екеуміз көп уақыт достастық деп маған қолқа сала берді. Мен сасқанымнан оны кейінге шегеріп, оңаша болған кезде бір күні бір үйде болармыз деп оған уәде беріп қойған едім. Сөйтіп жүргенде іздегенге сұраған менің әке-шешем нағашыларымның ауылына тойға кететін болды. Әке-шешеммен бірге кішкентай 2 інім де кететін болды. Мен бұған іштей қуанып жүрдім. Әке-шешем кете салысымен малдың бәрін ерте жайғап, тамақты да ерте ішіп, 3 қыз ұйықтауға кірістік. Мен сіңілдеріме ерте бүгін жатып ұйықтап алайық, демалайық деп 2 сіңілімді тастай ғып ұйықтатып қойдым. Оларды ұйықтайтайын деп жүрген кезде мен сарайдың ішіне кілем жайып, оның үстіне көрпе төсеп, төсек салып қойған едім. Содан кейін алдын ала Берікпен де сөйлесіп қойған едім. Солайша 2 сіңілімді жатқызып, ұйықтатам дегенше 12 болды. Сол кезде де Берік сап етіп, жетіп үйге келді. Берік келгеннен кейін ұйықтап қалған сіңілдерімнің сыртынан жауып, махаббатым екеуміз сарайдың ішіне келдік. Содан кейін Берікке айттым, бірінші видео көріп алайық, содан кейін барып болар деп оған қолқа салдым. Екеуміз әйелмен күйеуі құсап құшақтасып жатып, телефоннан неше түрлі видеолар көріп жаттық. Оларды көргеннен кейін
менің астым жыбырлағандай болды. Астым суланып, Берікті қалайтынымды білдім. Бұл мүмкіндікті жібергісі келмеген Берік мені өзі жалаңаштап шешіндірді. Содан кейін өзі де шешініп тастады да менің үстіме қона кетті. Ернімнен басталған сүйіс мойынға, одан кейін бүкіл денеге ауысып, мені армансыз сүйе берді. Екі анарымды әдемілеп тұрып сүйіп, тісмен әлсіз тістелеп, мені одан сайын ол төсекке дайындай берді. Мен бұған шыдай алмай, әбден қосып, бір уақытқа Берікке өзім тезірек болшы дедім. Ал осыны күткен Берік те шыдай алмай, өзінің сайманын жайлап менің қынабыма кіргізе берді. Рахатқа батып жатқан менің астым шым ете қалды. Көзімнің оты жарқ етті. Ал Берік түк болмағандай ырғалып, одан сайын күшейе түсті. Осылай жатқаннан кейін, шамалы өткеннен кейін, менің астымның ауырғаны басылып, бір уақытта ол тәтті бір әдемі, жағымды әсерге айналғандай болды. Екеуміз махаббаттың бал дәмін татып, шыңырауына жете берген кезде, Берік өзінің сайманын суырып алып, менің күнтимесімнің үстіне ағыза салды. Екеуміз фонарик жағып, содан кейін төселген ақжайманы қарасақ, ол қан екен. Бұған мәз болған Берік менің маңдайымнан сүйді де, мәз болып, біздің махаббат майданымыз одан ары жалғаса берді. Мен осылайша жүріп, екеуміз жасырын кездестік. Мен көтеріп қалмаудың амалын жасадым. Екеуміз 11-ші сынып бітіргенше кездесіп, махаббат майданын құрып жүрдік. Мектепті ойдағыдай аяқтап, осылай жүрсек те, мен оқуды жақсы аяқтағаннан кейін грантқа оқуға түсіп кеттім. Ал менің жігітім оқуға түсе алмай қалды. Оқуға түсе алмағаннан кейін ақылы оқимын деп жүргенде, Беріктің әкесі кенеттен қайтыс болды. Мектепті бітіріп, үйленеміз деген ойымыз іске аспады, әрі Берік оқуға да түспеді. Қалаға мен өзім кеттім. Менің оқуым Қарағанды қаласында еді. Мен сол жаққа оқуға кетіп қалдым. Жігітім болса, анасының қасында ауылда қалды. Екеуміз Беріктің әкесінің жылын бергеннен кейін үйленбекші болып келістік. Бірақ мына сұм тағдыр екеуміздің бір болуымызды жазбаған екен. Мен негізі өзімді Беріктің әйеліндей сезінетін едім. Екеуміз талай әдемі түндер бірге өткіздік қой. Мен оған үйленгенімді елестетіп, екеуміз әлі бірге боламыз деп армандап, көз алдыма елестетіп жүретінмін. Осылай елестетіп, екеуміздің үйленетінімізге сенімді болған күйде, мен де оқуымды оқи бердім. Бірақ та адамның айтқаны болама, тағдыр бізге басқаша тосын сый ұсынып тұр екен. Бір күні оқуда жүріп, группалас қызымның ауылына туған күнге бардық. Сол кезде туған күнге сол сыныптасымның достары да кластастары келді. Жастар болғаннан кейін бәріміз бірге танысып, білісіп, кеш қызықты өтіп жатты. Туған күннің жалғасын көл жағасына барып жалғастырайық деп, сол жерде біреусі ұсыныс тастады. Бұны құп алған жастар қойсын ба, бәріміз улап-шулап көлдің жағасына да бардық. Көл жағасында уақытты жақсы өткіздік, ойнадық, күлдік, биледік. Содан кейін қайтар уақыт болған кезде кластас дос қызымның досының біреусі: "Қыздар, жаяу қайтасыңдар ма? Жүріңдер машинамен қайтайық" деп ұсыныс тастады. Ойымызда еш нәрсе жоқ. 3 қыз уылдап-шуылдап әлгі айтылған машинаға барып мініп алдық. Машинаның алдында бір бөтен жігіт отырды. Олар группаласымның ауылына кіргеннен кейін группалас қызымның үйіне емес, басқа көшеге қарай машинасын бұра берді.
Сөйтіп шарбағы ашық тұрған бір үйдің есік алдына тоқтады да, күте тұрыңдар деп үйге кіріп кетті. Біз үш қыз аң-таң болып машина ішінде еш нәрсе ойламаған күйі отыра бердік. Сөйтіп тұрған кезде үйдің ішінен ақ жаулық ұстаған 3-4 әйел адам шығып, машинаға жақындап келді де, есігін ашып, қайсысы деп әлгі жігіттен сұрай берді. Біз еш нәрсе түсінбеген күйі бір-бірімізге жалт қарап аң-таң боп қалдық. Сөйтіп тұрғанда әлгі жігіт ортадағысы деп дәл мені көрсетпесі бар ма? Мен аузымды ашып та үлгермедім. Әлгі пысық қатындар менің басыма орамалды жапқан күйі әй-шайға қарамай мені сүйрелей жөнелді. Бұндай сұмдықты күтпеген мен қарсыласып, айқайлап, бақырып шақырып, үйге кіргізуге қарсылық таныттым. Сөз байласқан өзімнің жігітім бар, жіберіңдер деп, оларға әбден жалындым. Мені тыңдай ма? Бәрімізде осылай келгенбіз деп, менің ешқандай айқайыма мән бермеген олар мені күштеп үйге кіргізді. Осылайша 2-3 сағат қарсыласқан менде әл дәрмен де қалмады. Содан кейін шаршаған мен, қазір қуғыншылар келсе солармен бірге кетермін. Болмаса, естісе Беріктің өзі келер деп үміттеніп, содан кейін монтансып, үндемей қалдым. Бірақ Берігім келмеді, маған бақыт тілеп хатын жазыпты. Осы күннен кейін мен өмірімде ешқандай мән-мағына қалмағандай, өзімді жапада жалғыз қалғандай сезімде болдым. Тойдың қалай өткені, мен қалай келіншек болғаным да есімде жоқ. Тұр десе тұрып, отыр десе отырып, басқа бейне бір басқа адам болғандай мәңгүрт күй кешіп, осы үйде тұра бердім. Ал күйеуімнің қандай адам екенін неке түні болатын кезде бірақ көрдім. Ол бойы аласа келген қап-қара, менен де бойы сәл кішірек, жуас жігіт екен. Алғашқы неке түні мен оны қасыма жолатпай, ауырып тұрмын деп зірк еттім де теріс қарап жатып қалдым. Ол да үндемеген күйі маған тиіспей жатып қалды. Өзінің ақылы бар жігіт екен. Сөйтіп өзі мен қашан дайын болғанша мені күтті. Ал мен болсам, күйеуімді қасыма бір ай жолатпай жүрдім. Бір айдан кейін барып, күйеуімнің түрін аяп, оның тағдырым екенін білгеннен кейін мойындап, оны қасыма жатуға көндірдім. Оған адал емес екенімді білдірткім келмей, ауырсынып, жылап сықтап, содан кейін табанымды тіліп жібердім. Ол болса, көрпедегі қанды көріп, мәз болып, мені адал деп ойлады. Бірақ күйеуіммен болған түн маған түк те ұнамады. Оның мүшесі де өзі сияқты кішкентай екен. Берігім сияқты мені еш қанағаттандыра алмады. Бұның ешқандай қылығы да, еш дене бітімі, еш нәрсесі де өзімнің Берігіме ұқсамайды. Айырылып кетейін десем, тағы да бір түрлі сияқты. Бірақ мен өзге әлемде жүргендей мәңгүрт күйде тұрдым. Әке-шешемнің абыройын ойлап, мен сол үйде тұра бердім. Оқуымды сырттайға ауыстырып алдым. Күйеуімнің табысы бәріне жеткілікті еді. Үйіміз, машинамыз, жағдайымыз жақсы, бірақ екеуміздің арамызда сәби жоқ. Үйленгенімізге енді 2 жыл болды, бірақ мен әлі құрсақ көтермедім. Мүмкін менің күйеуімді қабылдамай, одан қанағаттанбағандығымнан да шығар деп ойлаймын. Бірақ қара күйеуімнің мінезі жақсы, маған әрқашан қамқор. Қалағанымды әпереді, бар айтқанымды істейді. Бірақ менде оған деген еш махаббат сезімі жоқ. Жақында мен өзімнің ауылыма барып қайттым. Сол кезде алғашқы махаббатым Берікті көріп қайттым. Бетпе-бет көрдім. Ол да үйленіп алыпты. 2 баласы бар екен. Кейіннен естідім. Менімен жүрген кезде сонымен қатар көрші ауылдың қызына барып, оны екіқабат қылып қойған екен.
Ал ол қыз пысық боп шығып, алмасаң соттатамын деп қорқытып Берікке үйленіп алған екен. Сондықтан болар мені алып кетуге келе алмағаны себебі бар екен. Беріктің жүзінен де мен бақыттың ізін таппадым. Менің етегімді алғаш көтерген Берік те бақытсыз сияқты. Оның түрін көріп, мен оны қатты сағынғанымды сол кезде түсіндім. Оның ыстық құшағын сағынып аңсағанымды да білдім. Оңаша қалған кезде оның бар қылықтары есіме түсіп, ішімнен тығылып